Қайырлы күн баршаңызға. Екінші күннің ауызашарына арналған тағамдарды дайындаймыз. Ең алдымен видеома лайк қойып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Ұнның үстіне бір жұмыртқаны және суға тұз қосып, барлығын қосып, қамырымызды илейміз. Бізде осындай кішкене қаттылау қамыршыл қажет. Жақсылап іртігі кеткенше 5 минуттай илеп шығамыз. Кейін қамырымыз демалуға жарты сағатқа қойып қоямыз. Сол аралықта фаршымызды дайындаймыз. 2 дана пиязымызды майдалап, жақсылап турап аламыз. Оны фарштың үстіне қосып, кейін картошкамызды майдалап, кубиктап турап шығамыз. Фарштың үстіне қосамыз. Және дәміне қарай тұз бен бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Сол аралықта біздің қамырымыз демалып, дайын болып тұр. Қамырымызды 3-ке бөліп, теңдей етіп, әрқайсысын зуалап шығамыз. Одан кейін ыдысқа салып, тағы да кішкене уақыт қалдырып қоямыз, 5-10 минуттай. Одан кейін қамырымызды жаюға кірісеміз. Қамырымызды жұқалау етіп жайып аламыз да, кейін 4 жағын, осындай дөңгелек жерлерін 4 шетін кесіп аламыз. Және ортасындағы қамырымызды осылайынан ұзын етіп кесіп шығамыз. Одан кейін қамырымыздың үстіне май жағамыз. Сөйтіп дәл ортасына фаршымызды орналастырып, жіңішке етіп ортасына жағып шығамыз. 2-ге бүктеп аламыз. Кейін шетінен бастап осындай жіңішке етіп орап шығамыз. Мінекей, бұл бізде осындай гүл манты. Қамырымыздың барлығын майлап алып, дәл ортасына фаршымызды орналастырамыз. Және 2-ге бүктеп орап шығамыз. Мінекей осындай гүл мантылар шығады, өте әдемі болып көрінеді. Шет жағында ортасына май жағамыз, бағанағы кесіп тастаған шет жерлері. Сөйтіп фаршымызды орналастырып 2-ге бүктеп аламыз да, дәл бағанағыдай етіп орап шығамыз. Біздің мантыларымыз дайын болды. Мантаваркамыздың астын майлап аламыз.
және гүл мантыларымызды бір-бірінен алшақтау етіп орналастырып шығамыз. Одан кейін гүл мантыларымыздың бетінде сұйық маймен майлап аламыз. Және 40 минут пісіреміз. Біздің мантымыз пісіп жатқан кезде подливын дайындайық. Осындай бір кішкентай пияз және кішкене ғана сәбізді теркадан өткіземіз. Одан кейін помидорымызды майдалап турап, жарты помидор. Кейін сұйық майдың үстіне барлығын салып шығамыз да, астын қыздырып, бір араластырып аламыз. Кейін бетін жауып, кішкене ғана отта ұстаймыз. Біздің мантымыз пісті. Тарелкамызға салып алайық. Жабыспай, мантымыз әдемі болып пісті. Енді дайын болған мантымыздың үстіне подливамызды құямыз. Манты подливамен өте дәмді болады, міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кезекте біз сусынымызды дайындаймыз. Сусын ретінде мен бүгін каркада дайындадым. Каркада өте дәмді және шипалы сусын. Осындай гүлдің жапырақтары, 2 уысын салсаңыздар жетеді. Үстіне мұздай су құйып қайнатамыз. Қатты қайнаған кезде 30 секундтай қайнатсақ жеткілікті. Кейін суытып аламыз. Және кувшинімізға ситодан өткізіп, кішкене ғана құямыз. 150 мг құйып, үстіне фильтрдің таза суын құямыз және 4 қасық қант салып, жақсылап араластырамыз. Осымен біздің сусынымыз дайын. Өте дәмді компот сияқты болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Келесі кезекте біз салатымызды дайындаймыз. Салат ретінде мен бүгін корейский сәбіз салатын дайындадым. Теркадан өткізіп, үстіне 1 қасық тұз және қант салып жақсылап араластырамыз. Кейін майымызды жақсылап қыздырып аламыз және сәбіздің үстіне тұз қостық, бұрыш, қызыл бұрыш және чеснок қосамыз. Ысып тұрған майымызды үстінен құйып жіберіп, жақсылап араластырамыз. Ыстық май құйса, салаттың дәмі ерекше болып кіреді. Осымен біздің екінші күннің ауызашарына арналған тамағымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Міндетті түрде каналыма тіркеліп және лайк қойып қойыңыздар. Алдағы рецепттерді жіберіп алмаңыздар.